Функцияның графиктерін түрлендіру. Яғни мен сізге жиі кездесетін 5 функцияның графигінің бастапқы түрі салып қойдым. Бастапқы түрін салып қойдым. Яғни y теңіз квадрат, квадраттық функция деп аталады. Неге квадраттық себебі x-тің квадраты тұр, иә. Және оның графигінің аты парабола. Мынаның аты парабола, графиктің аты. Иә. Мынау y теңіз куб, бұл кубтық парабола деп болады. Y тең 1 бөлу x функциясының аты кері пропорционалдық, ал графигі былай гипербола. Y тең түбір асты x және y тең модуль x. Осы функциялар берген, графиктердің бастапқы түрі берілген. Функцияның графиктерін түрлендіру дегеніміз не? Екі түсінік бар. Біреуі shift. Shift деген сөз ол x өсімен қозғалу. Біз білеміз, x өсінің орналасу, x өсі ол былай орналасқандықтан, оған тек қана солға немесе оңға қозғалу болады. Және екінші түрлендіру ол lift деп аталады. Lift ол кәдімгі үйдің лифті сияқты. Lift бізде y өсі, яғни ол жоғары төмен. Y өспен тек қана жоғары төмен қолданылады. Анау shift ол x өсі ол оңға солға қолданылады. Қозғалу болады. Жақсы, егер де бірінші функцияның графигін, y тең x квадрат функциясының графигі, мысалы, y тең болады x минус 2-ның квадраты қосу 1 түрінде берсек, онда мына график қай жерге барады? Мына жерде екі қозғалыс бар, біреу shift, біреу lift, біреу x пен біреу y пен. Оны қалай анықтаймыз? Мына екі санға қараймыз. Егер мына сан x-тің қасына тұрса, онда ол x пен қозғалыс, ал x-тің сыртында тұрса, ол y пен қозғалыс. X-тің сыртында деген қалай? Негізінде мына функция былай берілген. Мына плюс 1-ді біз y-ге қарай жазатын болсақ, былай жазылатын еді. Y минус 1 тең болады x минус 2-ның квадраты деп. Сол кезде біз көріп тұрмыз, мынау 1 ол y-тің саны, 2 ол x-тің саны. Енді біз осы екі жағын 0-ге теңестірсек, әрқайсысын 0-ге теңестірсек, тең 0, тең 0. 0-ге теңестірсек, мұнда тең болады y тең болады 1, мұнда x тең болады 2. Яғни мен 1-де 2 деген нүктені табам. Міне x-те 2-ні табам, x-те 2, 2-де 1 деген. x-те 2, y-ге 1 болатын жеріне, мына жер. Осы екен қиылысқан жеріне, мынау бас нүкте, осы жерден мен параболаны тұрғызам. Яғни менде мынандай бір сурет пайда болады. Басын апардым, мына жерге апардым. Немесе, егер мен мынаған қарап аударатын болсам, онда x әрдайым қарама-қарсы тамамен, яғни минус 2 деген сөз, ол керісінше плюс 2 қарай, оңға қарай x пен. Ал мына сан өз таңбасымен y плюс 1 болса, плюс 1 жоғары. Яғни плюс 2, плюс 1 деген сөз, мына бастапқы нүктені оңға қарай 2, жоғары 1 көтерсе, нардан парабол суретін салыңыз деген сөз. Барлық жағдай солай. Мысалы, егер менде функция y тең болады, айталық, x былай плюс 2-ның квадраты және минус 1 болатын болса, қарама-қарсы, онда менде shift x-тің қозғалысы, міне, керісінше плюс 2 болса, мен минус 2-ге қарай жүрем, x бойымен, және y өз таңбасымен, ол минус 1 болса, минус 1 төмен түсем. Неге өз таңбасы десе, ол мына жақтан келді. Егер ол y-тің қасына апарып қойсақ, ол y плюс 1 болады да, онда қарама-қарсымен қозғайтын едік. Енді қараңыз, сол қарай 2, төмен қарай 1 бірлік жейік, мынаны 1, 2, төмен 1. Мына жерден бастап парабола салайық. Сол кезде біздің парабола суреті былай болады. Яғни осылай қозғалта беруге болады кез келген графикті. Біз мына графикті қозғалта аламыз, бастапқы түрін білсек болды. Мысалы, бізге y тең болады x минус 1-дің кубы плюс 3 десе, онда мынау бірінші сан ол x-тің саны, мынау минус 1 болса, керісінше плюс 1-ге қарай оңға жүрем, плюс 1 бірлік, плюс 1 оңға, және плюс 3 жоғары 3 бірлік. Оңға 1 бірлік, жоғары 3 бірлік, мынаны аламда, бас нүктесіне оңға 1 бірлік, жоғары қарай 1, 2, 3 бірлік. Мына жерге мына суретті қайталап салам. Осындай бір график шығады бізде. Басқаша жасауға бола ма? Басқаша жасауға болады. Яғни бізге мына суреттер қисық-сызықты болғасын, оларды қайта-қайта салу сізге қиын болады. Тіпті клетка адаптері болса қиын болады. Сондықтан екінші әдіс бар. Яғни біз мына графиктің жылжытпаймыз, қисық-сызықты график жылжытпаймыз, біз мына x, y өсін жылжытамыз. Яғни қараңыз, менде графикте x бойынша плюс 1-ге жылжыту керек болса, мен онда оны керісінше y өсін минус 1-ге жылжытам. Және графикті плюс 3 жоғары көтеру керек болса, мен x өсін минус 3 төмен түсірем.
яғни графикті оңға бір бірлік жоғары үш бірлік көтермес үшін, оңға бір бірлік жоғары үш бірлік көтермес үшін мына екі осьті, мына координаталық жазықтықты солға бір бірлік, төмен үш бірлік жүргізіп көрейінші. Сол кезде мына сары сияқты бола ма, мына қызылдың орналасуы. Мен мынаны аламын да солға бір бірлік мына жерге салам. Былай. Сол кезде y өсі өзгерді, иә. Y өсі былай келді. Және x өсін аламын да мен төмен үш бірлік түсіремін. 1, мен ардын 1, 2, 3. Былай салам. Сол кезде мына пайда болған жаңа координаталық жазықтыққа байланысты мына басындағы қызыл сурет біз мынаны көшіріп жіберген сияқты болдық. Яғни басында қалай болды? Басында біз осьтерді қозғаған жоқпыз да, мына қызыл графикті қозғадық қой. Ал енді қызыл графикті қозғамай мен осьтерді кері қозғап отырмын. Сол кезде мына ізделінді функция салынған сияқты бастапқы функцияға. Яғни қайсысы оңай? Әрине түзулерді жазған оңай. Мына жағдайда соны байқауға болады, қараңыз. Мысалы, мына жағдайда жаңаша түрде былай беретін болсақ, y тең болады x-дің саны мысалы x былай айталық плюс 3, мына жерге айталық минус 1 десем, иә? Онда менде x-дің саны міне мынау, плюс 3 деген сөз кері қарай минус 3-ке 3 бірлік, яғни x өсімен минус 3 бірлік солға қарай, және y өз таңбасымен 1 бірлік төмен қарай түсу керекпіз. 1 бірлік төмен қарай. 3 бірлік солға, 1 бірлік төмен түсу керекпіз. Яғни біз былай 1, 2, 3, және 1-ді төмен түсіріп, мына графиктің суретін салу керекпіз. Бірақ мен графикті қозғамаймын. Мен мынаған кері бағытта осьтерді қозғаймын. Яғни маған 3 бірлік солға жүру керек болса, мен керісінше осьті 3 бірлік оңға жылыстам, y осін 3 бірлік оңға жылыстам да нарға салам. Ал мынаны графикті төмен 1 бірлік түсірмес үшін мен x өсін 1 бірлік жоғары көтеріп қоямын. Y өсін 3 бірлік солға оңға жылыстам керісінше, иә, 3 бірлік оңға плюс 3-ке қарай, ал x өсін 1 бірлік жоғары көтеремін. X-ті 1 бірлік жоғары көтеремін. Сол кезде ана көне салынған осьтерді алып тастаймын. Көне салынған мыналарды алып тастаймын. Керек емес болып қалады маған. Сол кезде график қозғалып кеткен сияқты болады. Ана жаңа осьті саламын, x, y деп белгілеймін. Сол кезде графикті қозғалтқан сияқты болады. Иә. Келесі функцияға келетін болсақ, y тең болады түбір асты x, жазамын түбір асты x айталық минус 4 және минус 1 дейік, минус 1. Яғни ол не деген сөз? Қалай түрлендірген сөз? X міне минус 4 болса, керісінше оңға қарай плюс 4-қа қарай, графикті оңға қарай плюс 4 және төмен қарай 1-ге түсірем деген сөз. Бірақ графикті қозғамас үшін мен осьтерді қозғаймын. Мен керісінше графикті оңға қарай 4-ке жылжыту керек болса, мен осьті солға қарай 4 бірлік жылжытам. Және графикті төмен 1 бірлік түсірудің орнына мен осьті 1 бірлік жоғары көтеремін. Сол кезде мына ось 4 бірлік жылжиды. 1, 2, 3, 4 мен мына суретке қарай кіріп кеттім. Мынарда пайда болады, мынау болмайды. Және 1 бірлік жоғары көтеремін. Мына осьті, мына төменгі осьті 1 бірлік жоғары көтеремін. Яғни бұрынғы орнынан 1 бірлік жоғары көтеремін. Сөйтем де мына график қала береді. Енді қараңыз, мына жерге қарайтын болсаңыз, мына бас нүкте 0,0-ге қарайтын болсаңыз, оңға қарай 4 төмен 1 түсіп кеткен сияқты график, иә, міне. Оңға 4 төмен 1 түскен сияқты. Бірақ мен графикті қозғалған жоқ, мен осьтерді кейін жылжыттым. Сол кезде график қозғалған сияқты көрінеді. Мен кері жұмыс істедім. Соңғысы y тең болады модуль x айталық плюс 3 және плюс 2 делік. Онда қалай қозғалыс болу керек? X өсімен кері бағытта минус 3 бірлік жылжыту керекпіз, және y өсімен 2 бірлік көтереміз. Минус 3 бірлік графикті солға жылжытам да 2 бірлік жоғары көтеремін. Иә? Бұны керісінше түрлетін болсақ, онда осьті 3 бірлік оңға жылжытам да, келесі осьті 2 бірлік төмен түсірем. Мына осьті 3 бірлік, мына y өсін 3 бірлік оңға деген 1, 2, 3 мына жерге салам y өсін. Мынау болмайды сол кезде. Және x өсін 2 бірлік төмен түсіре салам. 1, 2 мына жерге төмен түсірем. Ара x өсі болады. X өсі болады. X өсі. Мына бізде 0-да 0 деген жер. Сол кезде мына график қозғалып кеткен сияқты, иә. Егер мына 0-да 0-ға барып қарайтын болсаңыз, график 3 бірлік солға, 2 бірлік жоғары жүрді. Иә, 3 солға міне. 1, 2, 3 солға, 2 жоғары жүрді. Минус 3 плюс 2 тұрған сияқты. Бірақ мен графикті қозғалған жоқ, мен осьтерді қозғалдым. Яғни, егер біз бастапқы түрлерін білсек, әр функцияның бастапқы түрлерін білсек, онда бізге оларды
жылжыту оңай болады. Мынадай заңдылық бойынша. Енді бір қиындық тууы мүмкін. Егер менде мына парабола ашық тұрса, x плюс 2 квадратын ашып жіберуге болады ғой. X плюс 2 квадраты x квадрат қосу 4x қосылған 4. Және мына минус 1-ді есептейтін болсақ, 4-тен 1 азайтылады да x квадрат қосылған 4x қосылған 3. Егер былай берілсе, біз мына 4 пен 3-ке қарап жылжыта алмаймыз. Неге? Себебі мына квадраттың ішінде квадрат жақшаның сыртында тұру керек, иә? Онда біз қалай жасаймыз? Біз мына x квадрат плюс 4x деп қандай 3 мүшенің квадраты, қандай 2 мүшенің қосындының квадраты осылай басталатынын білу керекпіз. Яғни ол үшін біз а қосу b-ның квадратының формуласын білу керекпіз, иә? А қосу b-ның квадраты бізде а квадрат қосу 2ab қосу b квадрат деп жіктеледі. Яғни мына бастапқы 2 мүшеге қарап а квадрат қосу 2ab. Біз мынадан соны көру керекпіз, а квадрат қосу 2ab-ны. Мына жерде ең маңызды сан ол 2. Яғни мына 4-ті 2 көбейтілген 2x деп жазуға болады ғой, 2 көбейтілген 2x деп. Сол кезде x квадратымыз бізде мына а квадрат сияқты. Мына кішкентай а бізде міне x тұр, 2 тұр, және b-ның рөлінде бізде тағы бір 2 тұр. Сондықтан b квадрат менде 2 квадрат 4 жазылады. Бірақ менде нарда плюс 3 тұр ғой. Мына плюс 4-тен плюс 3-ке жету үшін 1-ді азайту керек. Сол кезде мына 3 мүшеден а квадрат қосу 2ab қосу b квадратынан а плюс b-ның квадраты шығады. Яғни бізде x қосу 2-ның квадраты шығады да, мына минус 1 соңына жазып қоясыз. Сол кезде сіз көресіз, 2 бірлік графикте 2 бірлік солға жылжытам, минус 2-ге қарай, төмен 1 бірлік түсірем. Немесе осьтерде 2 бірлік оңға және 1 бірлік жоғары көтерсем де болады. Яғни ең маңыздысы мына функциялардың бастапқы түрлерін білу. Егер бастапқы түрлерін білсеңіз, сізге оларды жылжыту, орналастыру қиынға соқпайды.